Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге көлемді болып шығатын жұмсақ балды торттың рецептісімен бөлісемін. Алдымен жұмыртқамызды ыдысымызға салып аламыз. Бізге 6 дана жұмыртқа қажет. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Және қантымызды қосамыз. Массамыз ағарғанша, қантымыз ерігенше миксерлейміз. Балымызды ас содасын қосып, осылай қызарғанша араластырамыз. Үстінен сары майымызды қосамыз. Толықтай ертіп аламыз. Кішкене суытып, ағарған массамызға қосамыз. Миксерлейміз. Електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Венчикпен араластырамыз. Ұнымызды осылай 2 бөлікке бөлеміз. 2 бөлікке бөліп, осылай араластырамыз. Бізде массамыз осылай болып шығады. Ал енді противенімізге пергамент қағазын төсейміз. Осындай кіші кесемен өлшеп салып аламыз. 180 градуста пешімізді қыздырып қоямыз. Лопатканың көмегімен барлық шетіне бір тегіс етіп жайып аламыз. Біздің балды тортымыз жұмсақ болып шығады. Барлық шетіне бір тегіс етіп жаямыз. Ал енді пешімізге жібереміз. Біздің алғашқы коржымыз пісіп шықты. Барлығында осылай ыдысымызбен өлшеп құйып пісіріп аламыз. Осылай жұмсақ болып тұрады. Барлық корждарымызды пісіріп алдық. Ал енді барлығын бірге жинап, бір тегіс етіп, шетінен кесіп шығамыз. Шет-шетін кесіп, осылай пішіндерін шығарамыз. Кесіп алған бөліктерімізді блендермен майдалап аламыз. Үстінен себетін боламыз. Бір тегіс етіп кесіп алдық. Бізде корждарымыз осылай болып тұрады. Келесі кремімізді жасаймыз. Салқын сливкемізді ыдысымызға құямыз. Миксердің жай жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Қоюланғанша миксерлейміз. Қант ұнтағын қосып аламыз. Және қант ұнтағымызды ерігенше миксерлейміз. Бізде креміміз дайын болды. Корждарымызға жағып шығамыз. Менің арнама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар, басқа да оңай әрі пайдалы рецепттер бар.
Жаңа рецепттерді өткізіп алмау үшін қоңырауша батырмасын басамыз. Видео сізге пайдалы болса, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз. Әр корждарымызды осылай жағып аламыз. Ең соңғы коржымызды қоямыз. Және кремімізді жағып аламыз. Үстінен майдалап алған ұнтағымызды сеуіп шығатын боламыз. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі жұмсақ балды тортымыз шығады. Баршаңызға ас болсын.